Алло. Алло. Я сәлеметсіз. Амансың ба? Жоқ, чай ішеміз. Дауысым шығып тұр ма? Дауысың шығып тұр. 2 күн болды ғой, хабарласпадың ғой. Бағанағы сізге жолдап қойған. Мен сізді ойлап қалдым, осы өзінің бір қаруластықпен жүрмек екен қой болды, мазыламай қойшы деп. Мен саған звондайын, трубка бармайды. Ой, сен кез келген уақытта звондай бер. Сен қауіп астындасың, мен қауіп астында емеспін. Телефоның қазір саған күніне қанша уақытқа беріледі? 1 сағат, 1 hours. Ой, 1 сағат. Сон мен звондағанда ол қай уақыт екенін білмеймін. Содан кейін жаңағы алаңдаймын саған. Мен бүгін мәлімдеме таратайын деп отырғам. Жаңағы адвокаттарға жаздым. Берсін не болды ойбай деп. Айттым олар саған? Сол сізде үнсіз болып кетті ма? Сен былай. Ешқандай өзгеріс болмаса да, өзгеріс жоқ, амандық деп амандығыңды маған айтып отыр. Жарай ма? Болмаса мен ерсіннен хабар жоқ деп дабыл қағайын деп тұрғам. Сол сізде тым тырыс болып кеттіңіз, бағана отын Қойбек ағамызда ол кісі жоқ болып кетті, менде 4-5 күн болды, хабарласпадым. Ерсін. Ешкім жоқ болып кетпейді. Сен хабарлас, сенің телефоның 1 сағат саған, сондықтан сен аман болса аман, жаман болса жаман деп айтып отыр бізге. Біз саған звондадық, соткың жабық, мүлде бармайды. Сағат қаншадан қанша аралығында саған телефон береді? Соны айтшы, біз сол кезде звондайық саған. 2:30-нан 3:30 шейін жергілікті уақыт. Жергілікті уақыт 2:30-нан 3:30. Ол Алматы уақытымен қанша айырмасы бар? 3 сағат екен. 3 сағат кейін, е? Иә, солай. Сіздердің Түркия уақытпен ұқсас қой. Түркия уақытымен ұқсас болса, қазір Түркияда 4 болды ғой. 4 болды ма? Ондай болса 1 сағат. Сол 3 сағат па, сондай фарқы бар. Алматыда қазір 7 болды. Алматыда кешкі сағат 7 болды. Түркияда түстен кейінгі сағат 4 болды. Қазір мына жерде 3-тен 4 өтті мына жерде қазір. Онда болды. Онда түсінікті. Онда сендер бізден 1 сағат ілгері екесіңдер. Түркиядан 1 сағат ілгері екесіңдер. Алматыдан 2 сағат кейін екесіңдер. Сүлеймен, мен сөйлесіп жатырмын, тыныш отырыңдар. Ал енді маған жаңалықты айт. Не жаңалық болып жатыр? Сол кеше мына Швециядан босқындық сұрап, сол жерде тұрған апайымызға сөйлеп едім. Болды, рахмет. Сол кісі адвокатпен хабарласты, соның сот уақыты белгісіз қазірше деп өзі айтам деген екен. Сол ана Швециядағы сол Берлин кеңсесінде кісімен осы 1-2 айдан бері хабарласып жүрген едім. Сондай керемет адам сияқты сезінген. Сол кісі осындай сөздерді айтқан. Мынаны бүгін жолдап беріпті. Бір жаңалық болса саған айтамын. Сене жаңалық болса маған айта отыр. Ол жаңа ағылшыншаны түсіндің ба не деп жазғанын? Иә, түсіндім. Яғни сенің кері депортацияланбайсың. Бұл жерде сен бір нәрсені түсін. Сені қандай да бір шетелдегі ол сияқты ұйымдар құтқармайды. Сені Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі комитеті құтқарады. Сенің ісіңе Америка араласады, солар құтқарады. Сосын сен жаңағы, мен телефон қазір жазылып отыр, сондықтан сен оның атын айтпай-ақ қой. Сен ол сияқты ұйымдардан көмек сұрамай-ақ қой. Ол сияқты ұйымдар ешқандай нәрсеге ықпал ете алмайды. Сені қазір Америка ісіңе кірісіп отыр, Америка уәдесін беріп отыр, Украина билігімен келісіп отыр, сені қайтармайды деп. Жаңағы аталмыш ұйымның саған жазғанда да сол сенің Қытайға қайтарылу мүмкіндігің минимал, яғни ең төмен деп жазып отыр. Олар тек сол анау өзінің жерінде жатып ап, сол Украина жаққа ресми түрде қат жазады, сосын Украинаның несі қат қайтарады, олар сенің ісіңе кірісе алып отырған жоқ. Сен сол ана Марғұлан Сейсенбайдың адвокатымен, Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі комитетінің адвокатымен, солармен тығыз қарым қатынаста бол.
Сол мені негізінен сол лагерге бірер жыл, я 1,5 жылға сол жаққа апаратын ұқсайды енді 99 Франция. Қай жаққа? Болыпты. Әлгі осы Украинаның бір қаласы бар, босқындарды арнайы ұстап тұратын, Лукуш деген. Ана негрлер сол жаққа алып кеткен еді. 18 айға, 6 айға ұқсамаған дәрежеде, уақыт. Сол жаққа мені десе 1 жыл сол жақта тұрады екенмін. Тағдырыма тән берейінші. Қытайға қайтарылмағаныма, осыған Құдай шүкір дейінші деп бопшы дедім. Ол Украинаның қай жері? Лукуш деген қала. Сондай дейді, әлгі африкалық менімен 2-3 күн бірге жатқан, соларды алып кеткен 4-ші күні. Өйткені оларды алып кетудегі себеп, олар соттың ақшасын төлей алмаған үшін. 120 евро ақшаны төлей алмаған үшін. Ал сенің сотыңның ақшасын төлейміз ғой біз. Мен төлеп болдым ғой. Бірақ та мені сол бұл еркіндікке осы 2021 жыл шығармай сол жерде мені ұстайды екен. Сол босқындық куәлігі шыққанша, я 3-ші берел алғанша. Сол сондай болып та. Мына Еуропа елдерде әзір біз түркі тілдес ұлттарды алмайтын, босқын болса да, қауіп қатер болса да, қойшы деп. Нә болыпты, енді амал жоқ қой деп. Қытайға қайтарылмағаным, Құдай шүкір дегенше деп. Қайтарылып кеткен болсам, жоғалып кететін едім ғой деп. Қайтадан енді үміт ұшқыны пайда болды. Әйтпесе бүгіннен бастап мен осылар қарсылық көрсетейін деген едім. Шай ешқандай тамағын ішпей, өлсем осы жерде аштан өліп қалайын, Қытайға қайтпаймын деп. Өзбек келіншек бір тіл аударып береді. Олар сен қайтармаймыз деп уәде беріп отыр ғой қазір. Уәде берді, бірақ та бұл социализм елдері сол экономикалық не қылсын ли жақтан ол кейде шорт өзгеретін кездерде болады. Ана Қазақстан сияқты. Мысалы, бұларды ойлайды ғой, бұл 1 жыл қамақта жатады екен, бұл қамақта тұрған адам қайда қашады дейсің деп. Егер де мені осы бостандыққа шығаратынса, мен ана Киевтағы ана Америка елшілігіне жүгіріп тамнан артылып түсіп кіріп алушы едім мен. Сөйтіп ойлайды өзімше. Жер бетіне бір ғана адамзаттың бақыты үшін жіберілген бір ел бар, ол болса Америка. Мейлі мемлекетті болсын, жеке адамды болсын құтқара береді. Тегіне, еліне қарамай. Ерсін, енді сенен бір сұрақ осы. Қазақстандақ не қалып қалмадың енді Қазақстанға келгеннен кейін осы? Бәленбай 100 мың қазақ қалды ғой. Жалпы шетелден келген 1 миллион қазақ қалды. Қытайдан келген 200 мың, 300 мың қазақ қалды. Сөйлеп қойыпсыз бұл не деп. Сайрагүлден не хабар бар? Сайрагүл не дейді? Қайсы Сайрагүл? Жоқ, Сайрагүл емес. Сол Қазақстан қазағы пәлен жылдың алдында Швецияға өзі барып, саяси босқындық сұрапты. Әрі лагерде 1 жыл жатыпты. Сол ол кісі де сол мен адвокатмен төте хабарласа алатын адам екен, сол ма қолынан келгенше көмектесіп, мен де ұлтшылмын дейді. Рахмет өзіңіз дедім. Сол Сайрагүл емес, сіздігі айтқан Сайрагүліңіз ол кісі негізінен елге бір жақсылық қылатын адам да, емек ұқсайды, қойшы болды деп, тыныш өмірі сүрейінші деген адам шығар. Ол енді жаңадан барды, ол бірден сол жердің есік-тесігін біліп кеткен жоқ, ол біраз сол жерде тіл үйреніп айтып біткеннен кейін енді кіріседі ғой ол да. Ол енді бірден саған көмектесе алмаса, оның өзі сен сияқты шекарадан қашып келген адам. Сен ғой заңды паспортпен келдің, ол қашып келді. Оның өзі жаңағы сол тілшілерге сұхбатын бергеннің өзі үлкен ерлік ол. Ол енді әлі басқа бір адамдарды құтқаруға, оған атсалысуға, оған ешқандай міндет те жоқ, оны өйтіп кінәлай да алмайсың. Сол енді сізше осы босқындар лагеріне 1 жыл жатсам қалай болар? Енді басқа амал жоқ қой, маған енді өзіңізді. Құдай-ау,
Ерсін менің қолымда болса, мен сені қазір алып келіп, осы айту кез келген Қытай емес, Украина емес бір жерде сені мысалы тіпті азаматтығын алып берсем деймін, мысалы маған әр қазақ қымбат. Бірақ ол Украинаның заңы қалай? Айту бір нәрсе белгілі болды. Дабыл қағып сені бүкіл Германияның Deutsche Welle медиасына жарияладық, Америка жаңа радиосына жарияладық. Бүкіл Гонконг, Тайвань, бүкіл Еуропаның медиалары көшіріп басты. Кеше түркшеге шықты алдың күні. Түрктің медиасына шықтың. Сөйтіп айту сенің босқын мәртебең енді ешқашан Украин бас екеу емес, сені Қытайға қайтармайтыны белгілі болды. Медианың бәріне чулап, паспортыңның суреті шығып, аты жөнің жазылып, бәрі дүрілдеп болды. Біріккен ұлттар ұйымына сенің мәселеңді ресми түрде тізімдікке алды, өкілін жіберді, аудармашысы арқылы сөйлесті. Енді ары қарай бұл мәселе қалай шешіледі? Енді тек сол Біріккен ұлттар ұйымыменен Украин үкіметінің келісімімен болады. Және ана жердегі басқа өткенде барған адвокаттар солардың несімен болады. Сен енді бұл жерде тек солардың шешімін күтіп отырасың. Бұл жерде бір түрмеде бір төбелес тудырып, қандайда біреулер әдейі кеп сені чұқылап сөйтсе, сен ең жақсы арандатуға ілесіп қалма. Біреу чұқыласа, дереу полиция шақыр. Әдейі біреуді бір қойып, жағын сындырып, көзін қызартып, бірдеңе қылып жүрме. Ол өзіңнің жұмысыңа кедергі болады. Сен о кезде бұзақы, содыр деген сипат беріп жібереді. Сен кәдімгідей таяқ жесең таяқ же, біреудің бір жеріне зақым келтірме. Иә, жарайды. Мына Біріккен ұлттар ынтымағынан келген адвокат 99 тарихын бүкіл пәлен жылдық неңді тіпті ата-ананың ата-анасын да жазады екен, е? Енді ол білу керек қой сені кім екен. Сені Қытайдың шпионы деп жатыр Қазақстанда Қытайшылдар. Өткенде мен сол үшін арнайы лекция сөйледім ғой. Ерсін Қытайдың шпионы оған көмектеспеу керек. Ол Қазақстанға келгесін неге тыныш отырмай қаңғып бас келге кетті дейді. Қазақстанға келген ел Қазақстанға байланып қалсын деген әңгіме жоқ қой. Ол оның еркіндігі, жер көргісі келді ме, ел көргісі келді ме, оның қалауы. Ал енді оның шпион ба, шпион еместігін анықтау біздің құзыретімізде жоқ. Біз оны анықтайық десек те анықтай алмаймыз. Біз ондай шпион анықтайтын ұйым емеспіз. Оны анықтағыш болса, сол халықаралық ұйымдар анықтайды. Америка анықтайды, Біріккен ұлттар ұйымы анықтағыш болса анықтайды. Біздің шаруа емес. Біз тек ерсін Қытайға қайтарылмау керек. Қытайға қайтарылса өлем деп жылап отыр деп халықаралық ақпаратқа дабыл қақтық. Міне, қазірге дейін сен туралы жазған халықаралық медиа 20-дан асып кетті. 20-дан асып кетті сен туралы жазған медиа. Лайла, мынау жарияланатын аудио. Сендер де шуламаңдар, ана үйге барыңдар, ана кең үйге барыңдар. Иә, жарайды. Ондай болса мен де сол идея жақтан дайындық қылайын. Осы лагерьге. Біз онда ана Біріккен ұлттар ұйымының адамдарымен, ана адвокаттарымен бізде сөйлесіп отырмыз. Жазып тастады. Қайсы күні сен соңғы рет хабарласқан күні тағы олармен ұзақ сөйлесіп, оның бәрін аудио жазып алғанбыз. Одан кейін сен 2 күн хабарсыз кеткен кезде мен жазып жібердім. Не болды, не жаңалық деп. Сен әр күні бізге аманшылық болса аманшылық деп бір ауыз сөз айтып тұр. Жарай ма? Болады. Жаңалық болса жаңалығыңды айтып отыр. Жарайды. Сені Швеция алып кету мүмкіндігі әлде қайда күшті. Себеп Швеция 2018 жылы жариялаған паспортында Шинжаң деп жазылған, барлық адамға босқын мәртебесін береміз деп Швеция жариялаған, дүние бойынша бірінші болып. Сол Швецияның алып кету мүмкіндігі күшті. Мен де естігем осы заңда, сондай соғыс болып жатқан елдерге бармаған болу керек. Сөзсіз мына сол Шинжаңнан келген Орта Азия қазақтары емес сияқты. Сол себептен Сайрагүл жежемізді сол жаққа алып кеткен. Сол Сайрагүлдің көршісі болып екеуің жаңағы бірге теңіздің жағасында қол ұстасып, екеуің де ле жақтың қазағысың ғой. Екеуің сол бірің әпке, бірің бауыр болып Швецияда жүріп қалуың мүмкін. Егер қай елге барасың десе Швеция деп айт. О жақта адам аз, жер кең. Бұлай деп айтыпты, ол сол Швецияға келген кезде барып, сол босқындық сұрайды деп сол заңдача.
Жоқ, Сайрагүлді Қазақстаннан тік алып кетті ғой. Қазақстаннан тік алып кетті. Ода да ешқандай құжат болған жоқ. Пана іздеуші тұлға деген куәлік болды. Ол тіпті босқын деген мәртебені де алған жоқ әуелі. Рахмет өзіңізге. Жақсы, әр күні хабарласып отыр. Мен онда сенің нөміріңді, мына нөміріңді Сайрагүлге де берейін. Сайрагүлмен де сөйлесіп тұр. Ол да бір тиісті өз тарапынан көмегін жасайды деп үміт етемін мен. Жарайды. Аха. Жарай ма? Рахмет. Жақсы. Ештеңеден уайымдама. Ештеңе төбелес бірдеңеге қатыспа. Қазір қасыңда ана уақытша қамау орталығында қасыңда қаншадан бар? Бір Қырғызстан азаматы бар. Ол келіншек 3 баласымен, 3 қызымен жүр. Қалғандар бірақ кетіп болды, кететін жаққа. Бүгін таңертең 4 Түркия азаматы жолға салды бұлар. Шекарадан былай өтпекші болған. 2 күн қамап. Негізінен сол 4-еуміз отырмыз осы жерде. Қырғыз азаматымен ба? Иә, Қырғызстан азаматы, бірақ ұлты өзбек. Осы 1 жылдың алдында осы босқындық сұрап деген осы мемлекеттен. 1 жыл ішінде шықпаған соң Стамбулға кетпекші болып, бірақ аэропортта ұстап апты. Сосын осы жерге қамап қойыпты қайтадан. 1 айдан асыпты. Ал түнде жатқанда қанша адам жатырсыңдар? Мен өзім жалғыз жатам енді, бүгіннен бастап. Жылыма? Бүгін таңертең сол 4-еуін алып кетіп күрт алып. Жылыма? Иә, болады жылы. Болды, жалғыз жатсаң. Бұлардың телефоныңды бермейтіні жаман екен де, болмаса мен адвокаттарға жазып жібергем. Жалғыз өз түрмеде зерігеді ғой, телефонын беріңдер деп. Мына елге қайта рахмет айтсақ болады екен. Полшаныкі кеткеніңде бірақ береді екен. Бермейді екен Полша жақта. Егер Полшада ұсталған болсам, бәлкім Қытайға кетерім. Ол әлдеқашан кетіп болған екем. Төте ұшатын ұшақ бар емес па Полшадан, Варшавадан Пекинге. Мына елде әзірше жоқ. Украинаның Қытаймен қарым-қатынасы өте жақсы. Мына Совет одағы құлағаннан кейін мына украиндер қаржыдан қиналған кезде бүкіл ана кеме жасау, су асты сүңгуір кеме жасау, сосын ана ракетаның басындағы бағыттауыш дейтін бір зат болады. Ана ракета ғарышта ұшқанда ол қайсы кеңістікке барды, соны орнын тұрақтандыратын ше, координатын. Соның бәрі сол Украинада өндіріледі сол заттар. Соның технологияның бәрін Қытайға миллион долларға сатты ғой бұлар. Украина мен Израильден Қытай көп техника сатып алады ғой. Израиль өтіріктен білмес болып отыр, олар да сатады. Орыстың ескі құсқы жаңағы танкілерін алады Қытайлар. Одан оны өзгертіп жасайды, ұшақтарының моторын алады. 5 миллиард долларға 99 жылы Жан Зиминнің кезінде кімнен Путиннің қолынан 5 миллиард долларға бір су асты сүңгуір кемесін алды. Ол қазір Дальянда әшейін мұражай болып тұр, ішінде түк жоқ, тек темір әшейін суда қалқып тұрған. Сол осы жер адам. Украинаның да сол техникалар сатты, әскери советтің техникаларын қолында бар. Архивтерге дейін сатты, КГБ-ның біраз ақпаратын. Әйтеу Қытай әйтеу ақшамен алам дегеннің бәрін алды. Сондықтан бұлардың ішінде де ол кеше ғана Совет одағынан құтылып шығып, кеше ғана Ресеймен соғысып, бүгін Еуропалық ел болып кетпейді. Бұлардың ішінде де сол Қытай менен Қытайдың ақшасының иісіне мас болған бақашаян жегендер жеткілікті болуы мүмкін, әбден мүмкін. Әрине. Ал Американың өзінде ана миллиардерлерді Қытай байлап алып отыр өзіне. Ана газет, медианың бәрі Қытайды жарнамалап отыр. Ол айдаладағы жатқан Американы Қытай ақшамен буып алып отырған кезде, ол Украин деген кім оларға? Әрине. Бұл ел негізі социализм жүйесі қарсы болғанымен, бірақ та экономика жақта енді әрине сол жаққа байланыс болып қалады.
Болды айта, өміріңе қауіп төніп тұрған жоқ қазір кем дегенде. Ары қарайғысын тағы біз сенің адвокаттарыңмен сөйлесіп нетеміз. Сосын жаңағы үйім, атын айтпа, телефон жазулы тұр менде запись. Мына аудионы жариялайым, сенің әр күнгі хабарыңды мен жариялап отыруға тиіспін Ерсін. Қалай, келістік па? Болады, келістік. Сенің міне мысалы бүгін сен аман екендігіңді біліп отырмыз мысалы міне. Ерсіннің бүгінгі хабары деп жариялап жібереміз, оны бүкіл ел біледі. Мысалы міне 2020 ноябрьдің 19-ы Стамбул уақыты 4:21, Украина уақыты менен түстен кейін 3:21, Алматы уақыты менен жаңағы 7:21. Те сенімен сөйлесіп отырмыз міне. Жақсы Ерсін онда. Аман бол, әр күні хабарыңды беріп тұр. Болады, жарайды. Әр күні мақұл. Жақсы.